Енді сіз келгелі бір 6 айға жуық деп алдық. Осы сіз келгелі сіз шеше алмайтын немесе шешілмейтін қандай мәселелер бар осы ауданда? Енді шешілмейтін мәселе деп айтуға болмайды, бірақ кеп жоспарланған мәселелерім шет жағы шешіліп жатыр. Ол не? Біріншіден мен келген бетте бұл жақта ең үлкен мәселе мектеп мәселесі. 3 ауысымды Алматы облысы бойынша мына Іле ауданы 3 ауысымды мектеп бізде өте көп. Неге десеңіз, мысалы 42 мектептің бізде 18-і 17-і 3 ауысымды оқиды. Одан қала берсе, жер сілкінісі кезінде 2 мектеп қирауы болған. 20 мен 40-шы мектеп. Қазіргі таңда 42-шы мектеп толығымен бітіп, іске қосылды. 20-шы мектеп қазір күрделі жұмыстар жүріп жатыр. Осы жазда тоже іске қоссақ деген жоспарымыз бар. Одан бөлек жайлы мектептің 2 құрылысы жұмыс жүріп жатыр, салынып жатыр. Ол екеуінде биыл жазда толығымен бітіп іске қосылады. Одан бөлек 25-ші жылға сұрап жатып, тағы 2 жайлы мектептің құрылысын сұрап жатыр. Осы 25-те Құдай қаласа осы 2 мектеп басталады. Сұхбат басында сіздің саяси ұстанымыңызды білсек деген едік.